Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай сіздермен донер жасайтын боламын. Қытырлақ өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге дайын лаваш, барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен бізге кетчуп соусына майонез және 2 ас қасықтай қаймақ қажет. Жақсылап араластырып аламыз, аздаған тұз қосамыз. Араластырып алатын боламыз. Фриді, тауық етін, сәбіз салатын келесі видеоларда саламын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Осылай соусымызды жағып аламыз. Фримізді саламыз. Қияр. Және де помидорымызды, тауық етін, сәбіз салатын салып, ең соңында моцарелла сырларын салып, жақсылап орап аламыз. Нығыздап, шашылып кетпейтіндей жақсылап орап аламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға немесе пешімізге салып, екі жағын қызартып аламыз. Өте оңай, үй жағдайында жасалатын, өте дәмді қытырлақ донеріміз осылай дайындалады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қазақ тілі арнаның дамуына азда болса өзіңіздің үлесіңізді қойып, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмесеңіздер, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоны сіз бірінші көру үшін.